мына адам екі түрлі болады өзі. Кейбір адамдар біреудің сіздің хақыңызға қателескен қатесін кешіре салады және жүрегінде ештеңе қалмайды. Кейбір адамдар кешіреді, Алланың аяты кешір деп тұрғаннан кейін де ұстап, бірақ жүректе қалады бір нәрсе. Ғил деген нәрселер болады. Жүректе бір-бірін жақтырмай қалуы, бір нәрседе келіспей екеуі әлі жүректерінде сол нәрсе істеп тұрды. Сөйтіп екеуі өліп кетеді. Сөйтіп осы нәрселерді Алла айтады. Жәннаттықтардың өздері жәннатқа кіргізердің алдында тозақтықтарды тозаққа кеткен кезде мұсылмандардың айыптарын көрсетпей жеке сөйлесетін жері бар сираттан кейін. Оларға көрсетпейді айыптарын. Бірақ бір-бірімен шешеді проблеманы. Сол кезде мұсылманға деген претензиялар айта бастайды, құрметті жамағат. Ойлап тұрмыз ғой, жәннатты көріп тұрып түгелін ұмытамыз деп. Адам сондай нәрсе екен, іштегі претензияңды айтады екен біз сол жерде. Есіңде ме сен деген нәрселер. Сондықтан бұл нәрселер шешілу керек. Сол көбісі шешілмей баратын болғандықтан Алла Тағала келесі аятында айтады: жәннатқа кіргізердің алдында жүректеріндегі жаңа бір-біріне деген кірбендіктерін тазартамыз дейді. Өйткені жәннатқа таза жүрекпен кіру керек. Претензиямен кірсең, жәннаттың ішінде де адам ол жарамайды дейді. Жәннат қандай нәрсе? Жәннатқа тек таза кіреді. Мына жақта нұрдан басқа нәрсе жоқ кіреді да. Сондықтан оны біз алып тазартамыз дейді ол нәрсені. Кім соны бүгін тазартса, ол өте әдемі болады. Өте әдемі болады. Өйткені сол күні тазартудың өзінде Алла Тағала жәннатты қояды екен да. Неге? Мынау Раббым осы құлым маған осындай нәрсе жасаған, осындай жасаған деп айтып отыратын сөз болады кәдімгідей. Сосын онымен сіздің алдыңызда біраз адамдар претензиясын шешіп кеткен. Сөйтіп амалынан ештеңе қалмай қалғандай жағдай болады да, өзіңіз ойлаңыз. Раббым бұл маған да бір нәрсе беру керек деген нәрсе. Кешіресің ба дейді бұны. Мысалы, сол жерде көз алдына Алла Тағала жәннатты көрсетеді дейді. Жәннаттың сарайлары ашылып жатыр, ғайып ашылып жатыр да. Адамның есі кетіп жатыр жаңағы мұсылмандар. Раббым, мынау кімге? Мынау қай пайғамбардікі? Мынау қай шахидтікі, Раббым? Сонда Алла Тағала айтады: кім құнын төлесе соныкі дейді. Раббым, мынаның құнын кім төлей алады дейді. Сонда қараңыздаршы, сен төлей аласың дейді. Бауырыңды кешіресің. Бауырыңды кешіруді Алла Тағала жәннатпен қияметте шешетін болса, бүгін жетпей ме осы жәннат үшін шеше салуға көп нәрсені? Егер мақсат қылып жүрген жерің жәннат болса, бауырыңмен екі арадағы нәрсеңді, екеуі де иман, екеуі де намаз оқы, бауырыңмен екі арадағы нәрсеңнің өзін Алла Тағала соны шешуге жәннатты ұсынса деймін да. Сол жәннатты осы дүниеде біз естіп көріп отырып қой Құраннан мысалы. Бүгін осы дүниеде жетпей ме осы жәннатқа деген иманың біреуді кешіре салғанға мысалы. Міне, соқтан жәннатты мақсат тұту деген нәрсе, құрметті жамағат. Ол әлі бізде лайықты деге жұмыс істеп жатқан жоқ. Бізде жәннат арман, бірақ кешіре алмай тұрмыз ана. Неге? Өйткені арман Алла маған береді ғой деп ойлаймыз біз. Мына бауырыңызбен байланысты екенін білмейсіз оны. Осыны кешіре салсаңыз, соқтан ешбір мына айналаңыздағы мұсылманды Аллаға деген иманнан бөліп мәміле жасамаңыз. Осының барлығы сол иманның тармағы да. Соқтан Аталла бізді бір үмбет қана көргісі келеді. Оған басқашасын айды көрсетуіне болмайды мұсылманның.